Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті намазған жамағат. Біз намазға тұрған кезде әрине Алла Тағаланың бір бізге парыз қылған міндетін орындауға тұрамыз. Олай болатын болса, ол парызды намазға тұрған кезде бей-жай қарап тұруға болмайды. Себебі ол құлшылық. Біз Раббымыздың алдында тұрмыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Қад афлахал муъминун». Мұсылмандар, шын мәнінде мұсылмандар құтылды дейді. «Аллазина хум фи салатихим хашиун». Намазда хушуда болғандар, намазын хушумен оққандар құтылатыны жайлы айтып жатыр Алла Тағала біздерге. Олай болатын болса, намаздың ішіндегі тәкбір алып, қиямға тұрып, руку, сәжде, әттәхат, сәлем беріп қана бітіре салатын бұл құлшылық емес. Бұл Раббымыздың алдында тұрғанымызды сезінуіміз керек. Себебі кез келген адам бір басшылыққа кіретін кезінде жоқ дегенде айнаға бір рет қарап алады. Телефонын болса, телефонын үнсізге қояды. Сол сияқты біздер де осы ғибадаттарымызды орындайтын кезде барынша хушумен оқуға тырысуымыз керек. Ал хушумен оқу үшін әр нәрсе намаздан алдыңғы әрекеттерден басталады. Бірінші, сіз дәретіңізден басталады. Дәреттің фарыз сүннеттерін, мұстахабтарын толық орындаумен басталады. Кейін сіз намазға кіріп келе жатқан кезде, намазға бастайын деп жатқан кезде, егер мешітке келетін болсаңыз, мешітке кіріп келе жатқан кезде, сіздің намазыңызға кедергі болатын барлық істерден аулақ болуыңыз керек. Мысалы, телефоныңыз болатын болса, телефоныңызды өшіріп дегендей. Алла Тағаланың алдында тұрған кезде қандай халде бастауымыз керек? Аллаху акбар деп такбирді алған кезден бастап, біз Құдайдың құзырына, Алланың алдына шыққанымызды сезінуіміз керек. Себебі хушу деген нәрсе ол адамның ішкі жан дүниесіне қатысты. Біз барлық ішкі жан дүниемізбенен сезіне отырып намазға бастайтын болсақ, міне намаздың хушуын сол кезде сезінеміз. Сол кезде намазды біз хушумен оқимыз. Олай болатын болса, қасымыздағы басқа да адамдарға мешітте жамаатпен оқитын болсақ, оларға да зиянымызды тигізбеуіміз керек. Олардың да хушуына әсер ететін әрбір іс-әрекеттерден тыйылуымыз керек. Себебі ғалымдар айтады: намазға тұрған кезде сен Құдайдың алдында тұрсың дейді. Бір құл ретінде тұруың керек дейді. Әбу Ханифа мазхабында тәкбір алғаннан кейін кіндікті астына қолды байлаудың хикметі де осы жерде. Адам құл сияқты сезіну керек дейді. Сол сияқты әрбір рукіндерінде қираатта, яғни тік тұрған кезде, қиямда тұрған кезде, сәжде жасаған кезде әрбір рукіндерінде өзінің қарайтын жерлері бар. Мысалға лайық қиямда тұрған кезде сәжде жасайтын жерге сияқты. Міне сонымен қатар сіз Аллаху акбар деп намазға кіргеннен кейін, егер де мағынасын түсінетін болсаңыз, мағынасына көңіл бөле тұру керек. Сіздің оқитын фатиха менен қосымша сүренің. Сол сияқты әттахаятқа отырған кезде де әттахаяттың мағынасына көңіл бөлу. Сәждеге, рукуға барғанда, сәждеге барған кезде сіз кімге сәжде жасап жатсыз, кімге рукуға жасап жатсыз? Осылардың барлығы біз сіздің міне шынайы намазбен, шынайы көңілмен бастайтын болсаңыз, барлық парыз, уәжіп, сүннет, мұстахабтарын орындайтын болсақ, міне сол кезде хушу деген нәрсе осы кезде келеді екен. Ендеше құрметті жамағат, намаз тәкбірмен басталып, ішіндегі қиям, руку, сәжде, әттахаятта отырып сәлеммен бітіре салатын бей-жай қарайтын құлшылық емес. Біз Құдайдың алдында тұрғаннан кейін, құл иесінің алдында
қандай сипатта тұратын болса, біз де міне бұл құлшылық істеу үшін келгендіктен біз де Құдайдың құлымыз. Сол жаратқан иеміздің алдында тәкаппарлық әрекеттерден аулақ болып, және де намазға қатысы жоқ әрекеттерді араластырмауымыз керек. Мысалы, кейбір адамдар киімін жөндейді, сақалын сипайды, бетін сипайды дегендей. Бұлардың барлығы адам құлдың құлшылығының хушуын кетіретін әрекеттерден. Ендеше Алла Тағала баршамызды намазымызды бастағанда жаратқан иеміздің алдында тұрғанымыз сезініп, хушу менен құлшылық оқуды баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала барлық ғибадаттарымызды қабыл етіп, өзінің разылығын алған, өзі разы болған құлдардың қатарынан болуды нәсіп етсін.